Классыңыз осылай шулай береді ме? Сізді тыңдамайды ма? Онда қазір мен сізге күшті техника айтамын. Ол техниканың аты Secret Student, яғни құпия студент, құпия оқушы деп аталады. Осындай А4-ді алып Secret Student деп жазып қойсаңыз болады. Артына құпия оқушыны, бір оқушыны таңдап, соның атын жазып қоясыз. Оны, конечно, оқушыларға айтпайсыз. Классқа келесіз, барлық оқушыларға айтасыз. Біз бүгін бір ойын ойнаймыз. Мен бүгін мына қағаздың артына бір құпия оқушыны жазамын. Сол оқушының тәртібіне, сабаққа қалай қатысады, сабаққа деген белсенділігіне, барлығына қарайтын боламын. Егер де ол оқушы өзін өте жақсы ұстайтын болса сабақта, онда мен сыйлық беремін деп айтасыз. Сол кезде балалар, оқушылар әркім өзін құпия оқушы деп ойлап, сыныптағы тәртіпте түзеледі, сонымен қатар сыныптағы белсенділік те артады. Міндетті түрде қолданыңыздар, маған айтыңыздар қандай эффект болды. Сонымен қатар менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз, өйткені бұл парақша өте пайдалы.